Ассалаумалейкум каналымыздың көрушілері. Біз Қожелі қаласындамыз. Яғни бұл жерде сатылатын үлкен үй бар. Құда қаласа толық малуматты қазір видеода көріп бара бересіздер. Адресті түсіндіріп өтетін болсам, мына темір жолымыздың Қожелі қаласы базар тараптан, Завчас базар тараптан темір жол жағалап келеміз. Құмбыз ауылы деп айтылады екен. Яғни қазіргі аты Көне Тасылжап 9-үй үй. Қазір біргелікте көріп өтеміз. Мінекей достар, ішке кіріп келдік. Кіріп келсек, ұсынбай кең майдан, яғни көріп тұрмысаңыз жүзімзар кіре берсіміз, сондай екі тарапымыз айланасына жүзімзар болып есептеледі. Жүзімденіп мейлеп тұрды. Так, мына тараптарымыз ham, атыздың іш тараптары ham бәрі жүзім, қатара жүзім екен. Мына тараптарымызға неке қарқыларымыз тартып, егілдер ек қойған екен. Құласы жеріміз баршылық, мына тарапымызда да жерлеріміз бар, жетерлі дәрежеде. Енді мен сіздерге қазір жайдың сыртқы айналасыларын, қораларын әммесін көрсетіп болып, сосын үйге кіре аламыз. Мінекей, жүзімзардан келдік. Былай қарайым жүзімзар, жайды көріп тұрсыздар, үлкен жай, биік жай. Қазір одан бұрын материалымыз көреміз. Ал былай қарайым жүзімдерімізді өрмелетіп қойыпты. Жүзім деген құласы әммесі жүзім темасы болып кетті бұл. Мінекей, мына тарапымызда да кішігірім жүзімдеріміз бар, яғни енді өсіп келатырған. Так, мына тарапымыз макияж жіберіп қойыпты. Ар жақларымыздан мінекей екі этаж жайды көріп тұрған болсаңыз, соның бер жағындағы жерлері әммесі осы үйге тиесілі. Енді былай қарай өтетін болсақ, мына тарапымызда жап бар, яғни су кеп тұрыпты жаптың бойында. Жайдың мынау арқа тарапына өтетін болсақ, бұл тарапымызда да егістік майданlarımız бар. Яғни егілдерді ек қойыпты, егілдеріміз көгеріп тұрыпты. Бұл тарапта да айланасы жүзіммен қоршалған екен. Bir қатар көрсеңіз болады. Енді былай өтетін болсақ, екі этаж жайдың артық тарапында көрінген қораларымыз осы үйге тиесілі. Ал мына тараптан келетін болсақ, жаңа айтқан қораларымыз қатара қора екен мына тараптар. Тауық қора, мал қора, түйе қора, құласы қатара қоралар жайласқан. Неге қораның өзін сондай блокпен қойып көрдіңіз бе? Екі қатар блок. Енді қораның ішіне кіретін болсақ, қайын. Ішін жыра тұрыпты, әрқайсына алып бір табақ малlarımız байлай береміз. 10-15 малымыз арқан жайғасады. Ал ешек аман қырып атыр мына тарапта. Ал мына тарапқа келетін болсақ, жаздың күні үйден шығамызды жапқа түсіп, келіп шомылып жата беретін жер екен. Келін көрсетемін. Жапты көрген болсаңыз, жаптың іші бетонланған, яғни турбаны көріп тұрсыздар. Насозбен алсақ болады, насозсыздан турбадан келеді былай қарай. Мына мінекей жайдың мына тараптан көрінісі. Оған қосымша қар үй бар деп жатыр. Қар үй беріледі. Яғни бұл жерде тоқ, газ, су проблема емес, ешқандай. Егер тоқ өшетін болса, екі тараптан бар дейді. Бірі өшсе, екінші тарап қосылып кетеді екен. Енді мен сіздерге жайдың сыртқы тараптарын көрсетіп өттім. Жайдың ішкі тараптарын біргелікте көреміз онда. Енді жайдың ішкі тараптарын көрсетеміз. Мына тарапымыз гараж, оның ар жағында баня, душевойларымыз бар. Енді мына жерден ішке кіреміз. Сондай темір есіктен ішке кіріп барамыз. Ал ішке кіріп келеміз. Сондай кіре берісіміз. Мына жерде котел бар. Яғни жайымыз жаңа көрдіңіз, биік. Сондай етіп жоғарыға келеміз. Сондай кең кіре берісіміз, яғни веранда. Сондай қылып биік қылып қойса қойды, яғни телевизор көріп отыратын жеріміз. Жайдың ремонтлар жақсы, енді айыпқа бұйырмайсыздар. Кейінгі кезде қазір ремонт болып жатқан екен, тоқта, соның үшін себебіміз жоқ. Ішке кіреміз. Сондай коридорымыз, жан жағында комнаталарымыз бар. Тарапқа келетін болсақ, сондай бір спальный жайымыз жүдә биік қылып салынған. Ремонтлары жақсы жағдайда, абайланған. Төбелеріміз қадем, потолок, натяжный. Мына тарапымызда болса, тағы да бір сондай кішігірім бөлмеміз бар. Тоқтамасаңыз, бұларым сондай, төбелеріміз қадем. Ал мына тарапымызда болса, екі залымыз бар. Бұл малый зал. Енді мына тарапта үлкен зал бар. Залымыз әдеуір кең, үлкен, биік, жақты, абайланған.
төбелерimiz кыдемленген, жайдың жағдайлары жақсы. Енді арғы тараптағы бөлмелерді көрсетіп өтемін. Так, мына жерден былай қарай өтетін болсақ, мынау мінекей кухнямыз. Кухня, ішке суларымыз тартылған. Мына тарапымызда тағы да бір бөлмеміз бар. Бұның үстіне өтіп кететін және бір бөлмеміз бар. Бұның төр тарапында болса, баня, туалет жайласқан. Ал енді жайдың артық тарапына шығып кететін есік бар. Оны да біргелікте көріп өтеміз. Мінекей жайдың артық тарапынан шығатын есігіміз. Бұл жерден шығамызда, сондай үлкен тапшанда, беймәлел үлкен кең шертектің астында демалатын жеріміз. Мынау жаңа көрсеткен атыс тарапымыз болады. Бұл тарапымызда жүзіміз арлық. Құлласы, егісілік майданымыз зор. Жайымыздың жағдайын көрдіңіз. Главный жайдың бақасы отырыпты енді. Жайдың бақасына келетін болсақ, жайдың бақасын 800 миллион сом айтып отырыпты. Менімше келісетін жері бар. Кімді қызықтырса, экранда телефон нөмірге байланысып, хабарласып сөйлесіп көре бересіздер. Манзилді видеоның басында түсіндірдім. Түсінбеген сұрауларыңыз болса, экрандағы нөмірлерге байланысып сөйлесіп көре бересіздер. Алғанға да сатқанға да берекетін берсін, кім алса да ішінде тойлар болсын. Айтпақшы, жайдың ішіндегі һәм мезет қалатты басты айырым-айырым өзіне керекті затлардан тысқары.